жылдам оқу, тез оқу қарасаңыздар, осы екі сөз тіркесі трендке айналып бара жатыр. Дегенмен жылдам оқу не? Оның пайдасы неде? Және де қарапайым біздің мектепте үйреткен оқуға қарағанда қандай айырмашылығы бар? Бүгін осы видеода сұрақтарға жауап беретін боламын. Алдымен жылдам оқуға қатысты мифке тоқталсақ. Көп адам ойлайды, егер мен жылдам оқысам, және де жылдам оқып, тез кітапты оқып бітірсем, онда мен кітапты түк түсінбеймін, кітаптың мағынасы жоғалып кетеді, және мен тек қана кітапты тез бітіремін. Бірақ егер біз кітапты оқып шыққанымен, одан түк түсінбейтін болсақ, оның пайдасы неде? Яғни жылдам оқу ол міндетті түрде мағынаға ешқандай кедергі болмайды. Ол тек қана керісінше біз жылдам оқи отырып, біз тексті жақсырақ түсіне бастаймыз. Екіншіден, бұл міндетті түрде әрине уақыт. Яғни сіз өзіңіздің жылдамдығыңызды кемінде 2 есе ғана артатын болсаңыз, ал оны одан да көбірек арта беруге болады. Сіз 1 сағатта оқитын кітапты жарты сағатта оқисыз, 3 сағатта оқитын кітапты 1,5 сағатта оқисыз. Яғни қарап отырсаңыз, сіз уақытыңызды үнемдейміз. Ал өздеріңіз білетіндей, уақыт бұл өмірдегі ең бағалы ресурс. Жылдам оқудың үшінші пайдасы бұл мидың жұмысы. Яғни біз жылдам оқу үшін біз әлбетте міндетті түрде мимен өте көп жаттығулар жасаймыз, мимен әртүрлі есептер шығарамыз. Яғни осы ойлау қабілетін тездету арқылы біз жылдам оқи бастаймыз. Яғни жылдам оқу арқылы біз тез ойланамыз. Қарап отырсаңыздар, бұл бір-бірін толықтыратын және де әрқашанда кез келген бір тұғырыққа кіріп қалған кезде, немесе мәселенің шешімін шеше алмай жатқан кезде, осы жылдам оқудың арқасында біздің миымыз тез ойланып, және де шешім жолдарын тез іздейтін болады. Төртінші пайдасы бұл денсаулық. Сіздер естідіңіздер ме? Егер біз кітапты көп оқысақ, көзіміз ауыра бастайды деп айтады. Мүмкін өзіңіз де байқаған шығарсыз. Бірнеше сағат оқығаннан кейін көзіңіз кәдімгідей шаршап ауыра бастайды. Бұл өкінішке орай біз жақсы жылдам оқудың, жалпы дұрыс оқудың техникаларын білмегендіктен біздің көзіміз солай қатты шаршай бастайды. Сондықтан керісінше жылдам оқи отырып, оның пайдасын біле отырып, біз өзіміздің денсаулығымызға, өзіміздің көзімізге қатты әсер ететін боламыз. Бесіншісі бұл кітапқа деген қызығушылық. Яғни егер сізге таныс болса, кітапты басынан бастаймыз, басы енді кішкене түсініксіздеу, бірақ бірнеше бет оқығаннан кейін кітапқа қызыға бастаймыз, кітапты қызығып оқып келе жатырмыз. Сосын бір кезде ана жұмыс пайда болды, кейін ана жұмыс пайда болды, мына кітапқа анда-санда бір-екі бетін қарап қоямыз, бірақ әрқашанда кітабымыз аяқталмай жатады. Сіздің де аяқталмаған кітаптардың саны көп шығар, Сондықтан жалпы жылдам оқу арқылы біз кітаптың қызығушылығын, оған дұрыс ниет қоя білуді, оны дұрыс таңдап, аяғына дейін жету техникалар беріледі. Сондықтан жылдам оқудың тағы да қосымша осындай пайдасы бар. Жылдам оқу бұл 21 ғасырдағы ең қажетті дағдылардың бірі екенін қайталаудан шаршамаймын. Сондықтан жалпы жылдам оқуға қатысты бірнеше сұрағыңызға жауап бердім деп ойлаймын. Басқа да сұрақтарға алдыңғы және келесі видеоларда міндетті түрде жауап беретін боламын.